Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін Қайрат Кизет Смело лайк бас каналға жазыламыз. Бүгін дейтін сұрақ жауапқа видео түсіретін боламыз. Біз деген мықты бір видео түсіргім келіп тұр осындай. Яғни бұл сұрақ жауап. Сондықтан сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп, осылай сіздердің нелеріңізге жауап беретін боламын. Бірінші сұрақ, сабақты нешемен оқисың дейді. Ерсұлтанның несі ғой, сабақты мен 4-ке оқимын, нормально. Екінші сұрақ, мектеп ұнатпайтын 3 пәнің дейді. Менде көбінесе алгебра, геометрия и сосын қайсы еді? Ұмытып қалдым, әйтеуір орыс тілі ғой деймін. Ең жақын досың сен ғой, Ерсұлтан, біліп тұрмын ғой. Сұрақ оққа жауап бергеніне рахмет дейді. Келесі сұрақ, сен неге ютубты бастау себеп болды дейді. Мен негізі сендер үшін, яғни мен басқа да ютуберлерді қызығып, яғни сол ютубтарына қызығып сондай шабыт алдым. Сондықтан осылай не болды. Екінші сұрақ. Мынау неге басылмай жатыр? Жалғасы. Міне, екінші сұрақ, достар, достарың сенің YouTube екеніңді біле ма дейді. Жоқ, білмейді. Үшінші сұрақ, егер достарың сені YouTube екеніңді біліп қойса, мазақтаса не істейсің дейді. Яғни мен ештеңе істемеймін, мән бермеймін. Мынауды өшіп қалды. Мен мән бермеймін, сондықтан мен ондай мән бермейтін адам. Ал келесі сұрақ, саған қандай ютуберлер ұнайды дейді. Ең біріншіде маған Али Кизет, екіншісі маған Нұрлан Қалам, үшіншісі Кюбро ғой деймін. Кюбро, төртіншісі маған тағы да біреу ұнайды әйтеуір. Аты Кана Кизет пен Микс. Бесіншісі жасың нешеде дейді. 14 пен 13-дің арасында. Келесі сұрақ, Ерсұлтан жақын досың ба дейді. Мектепті нешінші атамансың дейді. Екінші, үшінші атаманмын ғой деймін да. Екінші, бірінші солардың арасында ма? Жанелден сәлем дейді. Сәлем. Ютубта қай жылы бастадың дейді. Мен жыл бастаған жоқпын, осы 3 ай бұрын бастадым. Сабақты үздіксің ба дейді. Жоқ, қатты үздік емеспін. Мектепте нешінші атамансың дейді. Айттым жаңағына. Маған сәлем жолдас дейді. Сәлем. Аниме көресің ба дейді. Келесі сұрақ. Негізі көргем мен. Топ 3 серия дейді. Маған осы топ сезон дейсіңдер ма? Қандай дейсіңдер? Білмеймін. Наруто ұнады маған, тағы бір аниме бар, тағы да біреу бар, әйтеуір аттарын ұмытып қалдым. Нарутоны ғана есіме түсіп қалған деп ойнадым. Келесі сұрақ, отбасында қанша адам дейді? Адам бар дейді. Бесеуміз, үйдің үлкені, ортасы, кіші. Үлкенсің мо? Шын атың кім дейді? Али. Келесі, Жаниладан сәлем. Сәлем. Ең жақсы көрген не дейді? Түсің дейді. Менің ең жақсы көретін түсім қызыл мен көк және ақ. Жаңадан келдім, подписка басып, менде сұрақ жоқ дейді. Сұрақ жоқ. Менің сұрағымда бірнеше жауап берші дейді. Бірінші жауап берші дейді. Жауап бердім ал. Келесі тағы да бір сұрақтар бар еді. Қазір сол сұрақтарды қойып жүрейін. Қайсы еді ол сұрақ? Қазір тауып алайын. Міне. Қызың бар ма дейді. Бар. Отбасында қанша адамсың дейді. Айттым жаңағына. Маған тіркелдің ба, менің фанатысың ба дейді. Негізі тіркелгем, бірақ фанатым емеспін. Мен Али Кизеттің фанатымын. Яғни, мықты актер бар Турцияда, сол екеуін фанатымын, сол екеуін.
Бұрын Криштиану Роналду білетін шығарсыздар, сондықтан фанаты болғам кезінде. Қазір оның фанаты емес шығармын. Осымен онда видеомыз аяқталды. Мейлі тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналға жазыламыз. Осымен сұрақ жауап аяқталды десек те болады. Ойбай, бір жер сындырып жүрмін. Короче, мен сұрақ жауап бердім. Енді сұрақтарға кімдікі жауап берілмеді, соның комментарийға жазыңыздар. Тағы да мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Сондықтан сіз мейлі тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Төменде подписаться деген қызыл кнопка бар. Осымен видеомызды аяқтайық. Келесіде қандай видеолар болсын, қандай сериалдар болсын, соны айта кетіңіздер. Осымен маған Жанелия көмектескеніне рахмет. Жанелиядан келгендер бар екен. Қазір Жанелияның комментарийін сіздерге көрсететін болам. Қазір міне достар, Жанелияның комментариясы. Достар, барлықтарыңыз сұрақ жазып кетіңдер. Сендерден қолдау күтем дейді. Тағы да бір сұрақ жауап бар еді. Атын кім пунктта жауап берген болатынмын. Яғни айтты. Вот, все. Осымен давайте қоссалыңыздар, давайте соңғы сөзім. Арнаға жазылыңыздар. Келесіде кіммен видео түсірейін. Қазақстайл тобы құрылған болатын. Сол топта енді мен топты до конца апарайын ба деп тұрмын. Өйткені бұл топ бірнеше апта бұрын құрылған болатын. Яғни бір ай болды ғой деймін достар. Бір айдай болып қалды негізі. Сол бір ай өтіп кетті сол топ құрылмағанына. Көп сол құпия болып қалды. Сосын құпияны ашуға тырыстым. Бірақ оны құпияны ашпас дегендер бар. Сондықтан ол топты ертең шығаратын боламын. Смело тіркеліп лайк басамыз. Қош салыңыздар, давайте.